Бір күні бір бала үйіне өте кеш қайтады екен. Ол жолда бір заброшканы көріп қалды. Және де ол сол үйге кірмекші болды. Ол кіруге өте қатты асыққан еді. Және де ол үйде адамдар өмірінде тұрмаған. Өйткені біреуден қорқып кеткендей болған. Содан кейін адамдардың бәрі көшкен. Бірақ бұрында бұл үйде бір ұзын бойлы адам жоғалған дейді. Ал бұл Джек өзі осы үйге өзі кіріп көрді. Оған үйдің іші біріншіден ұнамады, бірақ ішіне кірген кезде бірақ ұнады. Екінші этажы бәрі де бар. Ол бірінші этажында еді. Ол біраздан кейін басқа бөлмеге келіп, үстінен бір дыбыстар естіліп жатты. Ал Джек оған барғысы келді. Және де барды. Және де бір адам оның қасынан өтіп кеткен. Оны ол көрген де жоқ. Біраз уақыттан кейін ол үйіне жетіп, ұйықтап алды. Ұйықтаған соң ол сағаттың бұл кезде түн уақыт еді. Ол өзін ояту үшін кофе ішуге барды. Ол кофе ішіп алды. Кофе ішкеннен кейін столдың үстіне қарады. Бұл не деді? Содан кейін оны ашып көрді. Бүйтіп жазылған екен. Ей жас бала, сен менің үйіме келдің. Енді мен сенің үйіңе келемін.